Microsoft'тың акциясын мен сатып алатын едім. Однозначно я. Дәл қазіргі уақытта Microsoft'тың бір штук акциясының бағасы, грубо говоря, $380 құрайды. И мен бұл акцияны сатып алатын едім. Не үшін? Потому что мен бұл акция алдағы бір жылда жақсы өседі және де 550 таргеттік бағасына дейін барады деп күтемін. Оған не себеп? Потому что қазіргі уақытта именно Microsoft'та жасанды интеллект және де копилот өте жақсы дамып жатыр және де өте жақсы в общем, сондай болып жатыр, үлкейіп жатыр, короче. И соған байланысты қазіргі уақытта Microsoft 365 копилоттың ақылы жазушылар саны 15 миллионнан асты. Это прям very good. Это very good. Сондықтан да мен бұл акцияны сатып алатын едім. Мен өзімнің парақшамда Apple, Tesla, Amazon, Google және тағы басқа қандай акциялар бар. Соларды сатып аламын ба, алмаймын ба? Сол туралы толыққанды видеосын салып жатырмын. И сол жақтан толыққанды қарасаңыз болады. Егер сізде өзіңіз бір акцияны қарап жүрген болсаңыз, сол бойынша менің анализімді білгіңіз келсе, онда комментарийге сол акцияның тикерін толыққанды дұрыстап жазып кетсеңіз, мен соған байланысты сізге өз ойымды бөлісіп, жеке видео салатын боламын. Парақшама тіркеліп өтіңіздер. Go!